Бүгін сіздермен тауықтың төс етінен жасалатын өте дәмді кешкі ас дайындаймыз. Тауықтың төс етін кішігірім бөліктерге кесіп аламыз. Екі жағына да тұз және қарабұрыш сеуіп шығамыз. Ұнға ұнатып аламыз. Қызып тұрған майға екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Кубиктап туралған помидор, және де кубиктап туралған тәтті бұрыш, чеснок, зелень, көк пияз, сонымен қатар сырды теркадан өткіземіз, және де дәміне қарай кішкене тұз салып, барлығын майонезбен жақсылап араластырамыз. Дайын начинканы тауықтың төс етінің үстіне қойып шығамыз. Үстін теркадан өткізілген сырмен жауып шығамыз. 180 градуста 15-20 минут қызып тұрған пешке салып аламыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы.